Адамның қолынан бәрі келеді. Тіпті мәселе қолда да емес. Мен Ник Вуйчичпін. Мен бақыттымын. Соны сіздер білсеңіздер деймін. Мен бір кісідей өмір сүріп жатырмын. Өмірім мен күлкім сіздерге ешқашан түңілмеуді үйретер деп үміттенемін. Никтен сұхбат алу үшін жарты жылдай күтуге тура келді. Қалай ғана осы жігіт әлемнің мега жұлдызына айналды. Қалайша миллиондаған адам бұдан бақытты болуды үйренгісі келеді. Осындай болып туғанның не жақсылығы бар екенін өзі де бірден түсінбеп еді ғой. 1982 жылы ата-анасы тұңғышын күтіп жүрген. Ультрадыбыспен тексергенде дәрігер дені сау бала келеді деп қуантқан. Бірақ босану кезінде жанында болған әкесі қолы жоқ иықты көрген кезде әйелін шошытып алмас үшін сыртқа жүгіріп шығады. Артынша жылап мейірбикелер мен дәрігер де шығады. Дәрігердің қолында жылап жатқан бала бар еді. Ал бас дәрігер шыққан кезде әкесі барып, баланың қолы жоқ па деп сұрайды. Фукамерия. Ұлыңыз ешқандай медициналық себеп болмаса да қолсыз аяқсыз туды деп жауап береді. Әкем сабыр етіп, ұлым қайда, көруіме бола ма дейді. Көрсетеді. Әкем анама барады да, ұлымыз өте әдемі екен дейді. Анам, әрине оған басында өте қиын болды. Әкем қолдау көрсетті. Анам мені ұстай алмады. Емізу қиын болды. 3-4 ай бойы есін жи алмай жүріпті. Қиындықтарды жағдайға қарай шешіп отырады. Никтің сол аяғының орны табан секілді болып біткен. Соның көмегімен жүріп кеткенде дәрігерлер сене алмаған. Ник кәдімгі балалар сияқты болғысы келді. Кез келген көмекті қабылдаудан бас тартты. Ата-анасы оны бір байқап көрмесең, қолыңнан не келетінін білмейсің деп батылдыққа үйретті. Менің бір қорап ойыншығым бар. Бірақ қолымда аяғымда болмағандықтан ол ойыншықты алып ойнай алмаймын. Ник бассейнге секіріп жүзуді, етпетінен скейтке жатып табанмен итеріп сырғанауды үйренді. Қаламды қысып жаза алады, компьютерді меңгерді. Ата-анам әртүрлі құрылғылар ойлап табушы еді. Сусабынды сығу үшін аяқпен басатын үргішім болған. Сонымен шашымды сабындап қабырғаға үйкейтінмін. Сөйтіп өзім жуынатын болдым. Тоқпен істейтін шөткемен тіс жуамын. Адам үшін ең көп шектеу жасайтын сол адамның өзі екенін түсінсек екен деймін. Никтің енді басалып келе жатқан өмірі ерте аяқтала жаздағаны бар. Ақыл кірмеген балалықтың кесірінен мектептегі сыныптастары оны мазақ қылатын болды. Никке ол өте ауыр тиді. Сөйтіп, мортсына жаздады. 10 жасымда мен өзіме қол жұмсамақ болдым. Үйдегі ваннаға 50 сантиметрді етіп су құйдым. Сонда мені бір ғана ой тоқтатты. Ата-анам, інім мен қарындасыма қайғы тастап кеткім келмеді. Оларды ондай азапқа қимадым. Баласы аяқ қолсыз туған оңай емес, бірақ ол бала осылайша өліп кетсе одан да қиын. Сол ата-анама деген махаббатым үшін мен өмір сүруге бел байладым. Ал ата-анамды неге сонша жақсы көремін? Өйткені олар да мені тура солай жақсы көреді. Ол алдында таңдау тұрғанын түсінді. Бұйырмаған нәрсе үшін назалану керек пе, әлде барға шүкір етіп соны қолданып үйрену керек пе? 19 жасында ол қаржылық жоспарлау мамандығы бойынша университетте оқып жүргенде студенттердің алдына шығып сөз сөйлесең деп өтініш жасалды. Сөзі 7 минутқа созылды, бірақ 4-ші минуттан бастап жиналғандар көздеріне жас ала бастады. Ник әр адамның құны бар екені туралы айтып жатқан еді. Бір қыз қолын көтерді де, сені құшақтауыма бола ма деді. Келіп құшақтады да жылап қоя берді. Рахмет, маған ешкім әдемісің, сені жақсы көремін деп айтпаған еді. Өмірімді құтқардың деп жылады. Таңғаларлық жағдай. Осы өмірде басқа адамдарға көмектесуден артық ештеңе жоқ екенін түсіндім. Осы жағдайдан кейін басқа мектептер шақыртып, ардагерлер үйіне барып, қарттарға жігер беріп, түрмелерге кіріп рухтың азаттығы туралы айта бастайды. Сөйтіп, нағыз шешенге айналады. Жылына 250 реттен кездесу өткізетін болды. Апта сайын 300-дей шақыртумен ұсыныс түсіп жатты. Мыңдаған радио, телесұхбаттар, 44 мемлекет аралады. 7 президентпен кездесіп, 5 парламенттің трибунасында сөз сөйлеген. Өмірден түңілген 5 миллион адаммен тілдесіп, өмірдің мәні бар екенін түсіндірген. Үндістандағы кездесуі адам ең көп жиналған кездесу болып есептеледі.
Ол жолы 110 мың адам бір мезгілде Никтің көзіне қарап отырды. Ник ешкімнің қолын ала алмайды, тек құшақтасуға шамасы келеді. Тіпті ол сағатына 1749 адамды қол аяқсыз құшақтап әлемдік рекорд жасаған. Менің атым Ник Вуйчич. Менің өмірім осындай. Ешқашан мойымаңыздар. Жоқ, мен бұлай сөйлемеймін. Жиналған адамдар, мынау Ник Вуйчич. Менің аяқ қолым бар. Енді шағым айтпауым керек екен деп ойлағаны қажет емес. Бұл деген үміт емес. Біз бәріміз адамбыз. Бәріміз сәтсіздікке ұшыраймыз. Шағымданамыз. Қайсымыздың қайғымыз күшті деп салыстырмаймыз ғой. Тек бәріміз бір қайықпен жүзіп бара жатқанымызды түсінсек деймін. Осыны жеткізу үшін сөйлеймін. Жынданатын шығармын. Шаршадым, жол жүруден шаршадым. Бар күшім күлімсіреуге кетіп жүр. Ник айтатын қарапайым да күрделі тәмсіл қиын жағдайда да күліп жүру. Өзінің жалғыз табанын тауықтың аяғы деп атайды. Көшеде балалар жүгіріп келіп таңдана, саған не болған деп сұраса, дауысын қырылдатып, бәрі де темекінің кесірі деп жауап береді. Оның әзілдері аз емес. Ұшаққа елден бұрын мініп, жүк салатын жерге көтеріп жіберіп, есігін жауып тастауды өтінеді. Ал бұны білмейтін бір адам жүк салуға келіп, есікті ашып қалады. Бір жолы бортсеріктер де бала секілді Никпен бірге жолаушылармен әзілдескені бар. Ник ұшақ капитаны болып киініп, кіре берісте жолаушыларды былай деп қарсы алды. Бүгін ерекше күн. Біз бірінші рет ұшақты жаңаша басқару технологиясын сынамақпыз. Сенбейтін шығарсыздар, бірақ мен сіздердің бүгінгі капитандарыңызбын. Адамдар мәз болып күліп жатты. Әдетте Ник Вуйчич адамдардың жанына үңіледі, бірақ бір жолы керісінше болды. Никтің жанына үңілер жан табылды. Мен әйеліммен 2010 жылдың сәуір айында кездестім. Шағын аудитория тұғын. 16 адамға насиятын. Сіз күннің қай уақыт екенін де білетін шығарсыз мүмкін. Кешкі сағат 7-нің шамасы, 11 сәуір. Оларды ортақ достары таныстырған. Қыз Никтің бай танымал екенін білмеген. Оның үстіне сөйлесіп жүрген адамы да бар еді. Жай ғана жігітті көріп қалған. Жігіт те оны байқаған. Сондай болады. Кейін Ник айтқандай, ол өздерінен тыс байланыс еді. Теңдесі сұлуын Ник тойынан кейін тек бір рет қана көрсетті. Американдық 60 минут деп аталатын атақты бағдарламада Канае Мияхаре Никке деген махаббаты туралы ашық сұрақтарға тура жауап берді. Физикалық қарым-қатынас сіздер үшін қиын емес пе? Шымылдық іші туралы ма? Жоқ, осы мәселе бәріне қызық әйтеуір. Енді мен оны кейде қолынан ұстай алмауым мүмкін. Бірақ ол бәріне де қабілетті ғой. Тойдан кейін бір жыл бір күн өткенде дүниеге Киоси Вуйчич келді. Ник өзінің әкесі сияқты босанар бөлмеде әйелінің жанында болды. Дәрігер баланы қолына алды. Бала етпетінен жатыр. Қолы да аяғы да бар. Басы мен жаққа бұрылып тұрды. Дәрігер кіндігін кескенше менен көзін алған жоқ. Ғажайыпқа толы 3-4 секундтық сәт болды. Мен жылап жібердім. Екі бақаймен пернетақтаны басып отырып, Ник өз өмірі туралы бірнеше кітап жазып шықты. Халық алдынан шығып сөйлегенде Ник көбіне сөзін бұлай аяқтайды. Шынын айтқанда сіз кейде дәл бұлай құлауыңыз мүмкін. Осылай деп бетімен құлайды. Содан соң жатқан күйінде бұлай дейді. Құлаған кезде тұра алмаймын деп ойлауыңыз мүмкін. Үміт жоқ сияқты көрінеді. Бірақ олай емес екенін түсініңіз. Сәтсіздік өмірдің соңы емес.